Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге Қайрат Нұрниязов. Бізде Exchange биржа. Достар, қазір биржада баға жақсы, өте жақсы коррекция дейді. Баға түсіп тұр, өте сатып алуға мүмкіншілік. Сондықтан қалай сатып алу керек, қалай биржаға апару керек, биржадан блокчейнге қалай апару керек, ол жайынан видео түсіретін боламын. Қазір көп әріптестердің сұрауы бойынша Exchange биржаға қалай тіркелеміз. Достар, міне, Exchange Unitex One деп жазсаңыздар, достар, міне. Бұл сіздерге панел управления, осы жерден барлығын курсты қарап отыруларыңызға болады, міне. Біздің валютный паралар, баға қалай болды, ол жағынан артынан түсіндіріп жататын боламын. Енді қараңыздар. Біз бүгін қалай тіркелеміз? Тіркелу үшін сіздер өздеріңіз спонсорларыңыздан, міне, пользовательге басып, авторизация арқылы мен қазір өзімнің бір әріптесімді тіркейтін боламын. Міне, енді қараңыздар, мына логиннің үстіне келіп, профильді басып, достар, сіздер спонсорларыңыздың реферальный ссылкасын аласыздар. Достар, қараңыздар, электропочта, верификация проверена, двухфакторный идентификация отключен, пароль изменить, оның бәрін артына айта жататын боламын. Мына сіздердің реферальный ссылкаларыңызды копировать етіп аласыздар. Міне, копируем, автоматом копируем. И сіз осы блокчейн биржадан шығып кетесіңдер, то есть былай айтқанда. Новый браузерге барып, жаңағы копирование ссылканы қоясыздар осы жерге. То есть, достар, қазір данный момент Exchange-ға қалай тіркелу керек екенін көрсететін боламын. Сіздерде бүйтіп тұру керек негізінде. Менде бәрі сақталынып бағасын осындай болып тұр. Көрдіңіздер, достар, менің міне пригласительдің логин жазылып тұрады. Так, мына жерге енді электропочта. Электропочтаны, действующий электропочта. Міне қазір мен электропочтаны копировать етіп аламын. Электропочтаны мына жерге қоям. Және мына жерге имя пользователя, өздеріңіздің логиндеріңізді жазасыздар. Енді мына жерге пароль, достар, парольді да бар ғой, кішкене қиындау жазу керек. Қанша дегенмен бұл блокчейн, биржа, сондықтан кішкене қиын требовать етіп тұр бізде. Көрдіңіз ғой, мына жердегі, достар, мына жерде символдың бәрі сөнуі керек. Сол кезде ол шынымен де қиын пароль, соответствует пароль қойды деп тұрғаны бұл. Біреу сөнбесе, значит, көрдіңіз ғой, да, достар? Енді парольді тағы қайталайсыздар. Көрдіңіз, достар, да? Екі парольді өздеріңіз ұмытып қалмайтын пароль қоясыздар. Және астына мен осы галочка қойып, так, тіркелесіздер, достар. Так, мына пригласительдің логины, мынау сіздің электропочта, мынау сіздің логиніңіз болады, пароль и галочка қойып зарегистрироваться. Так, между прочим, мен сохранить етіп қояйын парольдан. Видите, подтверждение по электропочте дейді. Енді электропочтаға барамыз. Так, обновление жасаймыз. 1,5 минуттан бекен кішкене бір уақыт алады, әрине, достар. Бұл бізге почтаға келу керек. Обновление жасаймыз почтамыздан. Или көп әріптестер келмей жатса, бұл жерден, достар, ешшіні басып, спамды тексерулеріңіз болады. Көрдіңіз ғой, да, спамды. Көпінше спамға кетіп қалады. И почтаға да келеді негізінде. Міне, достар, мынаны қазақша, орысшаға аударып көрдім мен. Жалпы сіз
тіркелгеніңіз үшін мына көкті басып активируйте деп тұрады да, былай айтқанда. Көкті басасыздар. Енді мына жерге, достар, манағы электропочтаңызды қоясыз. Так. Так, электропочтаны қоямыз. И пароль деген. Мана пароль мен сақтап қалған, айтпақшы. Қарай. Так, пароль дұрыс емес, қайтадан жазамын. Так, мені сақтап қойыңыз дейсіздер де, авторизация. Көрдіңіз ғой, достар? Міне. Так, осының бәрін мен қабылдадым деп оқып, асықпай, достар. Бұл Unitex'тің өзінің заңнамаларын мен өзіме қабылдадым, таныстым деп қол шегесіздер, былай айтқанда. Қабылдайсыздар. Және двухфактор идентификация қойыңыз деп тұр. Сделаю это позже деп пока биржамен таныса беріңіздер. Бұл каждый кірген сайын сұрап тұрады. Енді міне мына кісі тіркелді, міне профиліне кірейік. Профиліне кірдік. Қараңыздар, верификация өтпеген. Бұл мына кісінің референал ссылкасы және двухфактор идентификация отключен, парольді өзгертуге болады. Енді насчет верификация мен артынан да айта жататын боламын. Так, верификация бір қарап жіберші. Вроде верификацияны мен ұмытып қалмасам. Так, мына жерде барлық база данныйларын бастап личность проверка, личность данные и барлық удостоверение, селфи, фото, о жағынан артынан көрсете жататын боламын. Енді, достар, биржаға кірдік. Биржада осылай қазір барлық криптовалюталарды көріп қарауларыңызға болады. Енді, давайте мен биржаны бір толыққанда айта кететін болайын. Енді мен бұл биржадан шығайын. Өзімнің биржама барайын. Көп рахмет, сау, саламат болыңыздар.